Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көп айнымалы функциялардың нормалі және жанамасының теңдеуі және экстремдері. Жақсы, негізгі егер де көп айнымалы функция мынадай осындай түрде берілетін болса, екі айнымалы функция осы формуланың нормалі мен жанамасының формулаларын жазып қояды. Z минус Z0 f штрих x x0 y0 x минус x0 плюс f штрих y x0 y0 y минус y0. Мынаны бірінші формула десек, екінші бұл жанаманы теңдеу. Жанама. Екінші нормальный теңдеуін жазса, x минус x0 бөлінген f штрих x x0 y0 тең y минус y0 f штрих y x0 y0 тең z минус z0 бөлінген минус 1. Екінші формула нормальный теңдеу. Енді осы екі жанама мен нормальға мысалдар келтірейік. Мысалы, мына есепті құрастырайық. Ыңғайлы бір өзімізге есеп алайық. азы 10^3 бесінші есебін құрастырайық. Бесінші есебінде z-тен 2-ден 1 x квадрат минус 2-ден 1 y квадрат n нөл нүктесі бізде 3, 1, 4. Енді осының жанамасы, осы екі айнымалы функцияның жанамасы мен нормальный теңдеуін тауып шығу. Ол үшін бізге дербес туындылар қажет. Яғни z'(x) алайық. z'(x) ол тең болады 2-ден 1 x квадраттың туындысы 2x болады. X-ның y бойынша туындысы ол 0 болып кетеді. Бұдан қысқарады x шығады. z'(y) тең болады бізде ол наныкі 0 болып кетеді. Минус 2-ден 1 2y мынаумен мынау қысқарады минус y. Енді осы нүктедегі мәндерін қалайық. z'(x) m0 нүктесіндегі мәні ол жаңағы мына нүктені қоясыздар. Мына нүктені қоясыздар. То есть m0 нүктесіндегі біз енді 3-ті ғана қоя аламыз. Y-тер жоқ. 3-ке тең. Ал z'(y) m0 нүктесіндегі мәні ол бізде мына жерде 1-ді қоямыз. Минус 1. Енді теңдеулерімізді жазып шығайық. Бірінші теңдеу. Жанаманы теңдеу. Z минус Z0. Z0-іміз бізде 4. Z минус 4. Тең. f'(x)'іміз ол бізде 3. 3. X минус x0 бізде x0-іміз 3. X минус 3. Плюс f'(y) ол бізде минус 1-ге тең. Минус 1 тең. Y минус y0 ол бізде 1-ге y минус 1. Енді осыны ықшамдайық. Бұл кезде z минус 4 тең 3x минус 9
минус y плюс 1. Айнымалыларды бір жаққа, сандарды бір жаққа шығарайық. Z минус 3x плюс y. Мына жерде минус 9, минус 8 плюс 4. Z минус 3x плюс y тең болады минус 4-ке. Енді, в принципе, қысқартып жіберуге болады мына жерде. 3x минус y минус z тең 4-ке. Минусқа қысқартып жібердік. Бұл сол кезде бізде жаңа ман теңдеу. Екі айнымалы функция үшін. Ал нормальдікі бізде мына формуланы қоямыз. X нөліміз бізде 3. X минус 3 бөлінген f от x ол бізде 3-ке тең. Y минус y0. Y нөліміз бізде 1-ге тең. Y минус 1 ол бізде минус 1-ге тең. Z минус z0. Z минус 4 ол 4-ке тең z0 бөлінген минус 1. Ол бізде минусқа қысқартып жіберуге болады, түрлендіруге болады. Ол бізде нормаль. Жақсы, енді бізге экстремдарды зерттеп көрейік. Біз білеміз, бір айнымалы функциялар үшін экстрем табу үшін бірінші кризистік нүкте керек. Кризистік нүктелерден кейін, осы кризистік нүкте не значит, что кризистік нүкте обеспечивает нам экстрем нүктелер. Сол бір айнымалы функциялар үшін де қажет сияқты бізде тура сол сияқты почти жолы дәлелденеді. Енді бірінші, давайте мысалмен қарайық. Бізге мынандай функция берілсін. Екі айнымалы функция. Z x куб плюс y куб минус 3xy. Осы функцияның экстремдарын табу керек. Бірінші, бізге бір айнымалы функциялар сияқты кризистік нүктелер керек. Біз бір айнымалы функциялар үшін кризистік нүктенің туындысын нөлге теңестіріп табамыз. Бұл жақта да тура солай, бірақ бұл жерде дербес туындыларын нөлге теңестіреміз. Давайте пошагово жазайық. Бірінші кризистік нүктелерін табамыз. Кризистік нүкте дейік. Окей. Енді z'(x) табайық. z'(x) бұл 3x квадрат, мына нөл болады, минус 3y тең 0. z'(y) ол 3y квадрат минус 3x тең 0. Осыдан қысқартып жібереміз 3-ке. 3-ке қысқартып жібереміз. X квадрат минус y тең 0. Мәжден тоже 3-ке қысқартып жібереміз. Y квадрат минус x тең 0. Бірінші теңдеуден y тең x квадрат, оны апарып, мына екінші теңдеу қоямыз. Сол кезде бұл болады x-тің 4 дәрежесі минус x тең 0. Осыдан шығады. X-ті жақ жағына шығарып жібереміз. X куб минус 1 тең 0. Бұдан x тең 0. X куб минус 1 тең 0. Бұдан x тең 1 шығады. Сол кезде бізде x1-іміз 0-ге тең, x2-іміз 1-ге тең. Сәйкесінше y1-іміз 0-ге тең, мына жерге қоямыз. y2-іміз ол да 1-ге тең. Сол кезде бізде 2-ні кризистік нүкте шықты. М1 нүктесі 0-ден 0, М2 бұл кризистік нүкте. Бірақ кризистік нүкте бізге обеспечить ете алмайды, что олар экстрем нүкте болады деген. Ал экстрем нүктені табу үшін бізге мынандай формулалар қажет. А дегеніміз ол f z x x, b дегеніміз z x y, c дегеніміз
z екі штрих y біздің дискриминант сияқты d дельта деген формула бар. Ол a көбейту c минус b квадрат. Егер де дельта үлкен нөлден болса, экстрем бар. Дельта кіші нөлден болса, экстрем жоқ, минус қоясыз. Егер дельта нөл тең болса, тағы да қосымша есептеулерді қажет етеді. Енді біз дельтамызды табайық. Дельтаны табу үшін аларды табайық. А дегеніміз ол екінші ретті туындысы z екі штрих x. Мынадан тапқаннан x бойынша тағы туынды табамыз. Бұл 6x. b дегеніміз аралас туынды z екі штрих xy. Яғни мұна тапқаннан x бойынша y бойынша табамыз, одан минус 3 шығады. c дегеніміз z екі штрих y. Мына y бойынша туындыдан тағы y бойынша туынды табамыз. Бұл 6y. Сол кезде дельта тең a көбейту c. 6x көбейту 6y минус b квадрат. Минус 3-тің квадраты тең 36xy минус 9. Енді аламыз да, енді бұл не обеспечивает, что дельта үлкен нөлден олыстан әрбір нүктедегі мәндерін қараймыз. М1 0 нүктесіндегі дельтаны қарастырамыз. Дельта, яғни x, y-тің орнына 0-ді қоямыз. 36 көбейту 0 минус 9 тең болады минус 9 кіші 0. Бұнда экстрем жоқ. Крейс нүкте болғанмен экстремді обеспечить етпейді. Бірде бір нүктесін қарасақ, дельта тең, бірді қойсақ, 36 минус 9, бұл тең болады 27. Бұл үлкен нөлден, значит, М2 нүктесінде экстрем бар. Енді экстремум ол максимум және минимум. Максимум минимумға не жауап береді? Егер А үлкен нөлден болса, минимум, А кіші нөлден болса, максимум. А бізде А 6x, е? А деген 6x. Енді нүктедегі мәні қоямыз. A'мыз тең, бірді қоямыз, өйткені біз мына нүктеде ғана қарастырамыз. Бірді қоятын болсақ, онда 6 шығады. А үлкен нөлден, значит, бізде минимум нүктесі. Табамыз z минимум, бірде бір нүктесінде. Оны алып бастапқы функцияға қоясыңдар. 1 плюс 1 минус 3 көбейту 1. Сол кезде 2 минус 3 тең минус 1. Z сол кезде бізде шықты жауабы z минимум бірде бір нүктесінде, ол минус 1-ге тең екен. Жақсы, давайте тағы бірнеше мысалдар қарастырайық. Мысалы, мына есепті қарайық. А-зы 14-тің, А-зы 14-тің бірінші есебінің b-сын қарайық. Z-те x квадрат плюс xy плюс y квадрат минус 2x минус y. Бізге бірінші крестік бөлу керек. Z'(x). Туындысын табамыз. 2x плюс y минус 2 тең 0. Z'(y) бойынша. Тек қана y бойынша туындысын. X
плюс 2y мына жерде минус 1 тең 0. Одан жүйе қылдырып алайық. 2x плюс y тең 2, x плюс 2y тең 1. Енді біз жүйені шешкенде ыңғайлы анау екінші жүйені минус 2-ге көбейтейік. Жүйенің екінші теңдеуін. 2x плюс y тең 2 минус 2x-нан минус 2-ге көбейтеміз. Чтобы түйінді қысқартып жіберетіндей. Минус 4y тең минус 2. Қосып жібереміз. Минус 3y тең 0. Бұдан y тең 0. Енді оны любой жерге қояса болады. Мына жерге қояйық, мына жерге қояйық. Бәрі мынаған қойғаның удобно. X плюс 0 тең 1. Бұдан x тең 1. Сол кезде бізде бір-ақ нүкте шықты. Крестік нүкте. Ол 1-де 0. Енді екінші шақ бізде 1 десек, екінші шақ біз нені қараймыз? Экстрем бар ма жоқ па екенін қараймыз. Ол үшін бізге a керек. A дегеніміз z x. Олдан туындысын x бойынша табамыз. 2. B дегеніміз, то есть мынау y нөл болып кетеді. B дегеніміз z x, ол x бойынша тапқаннан y бойынша табамыз. Бұдан мынау 0, бұдан 1 шығады. C дегеніміз z x, y, бұдан y бойынша тапсақ, мынау 0, бұдан 2 шығады. Сол кезде бізде дельтамыз уже нақты анықталады. 2 көбейту 2 минус 1-дің квадраты. 4 минус 1 тең 3. Бізде үлкен нөлден экстрем бар. Енді нүктедегі максимум аны қарай саламыз. Бізде а уже мына жерде көрініп тұр. А тең үлкен 2-ден, значит, ол бізде минимум нүктесі болады. Сол кезде сразу z минимум бізде 1-де 0 нүктесінде қоямыз. 1, мынау 0 болып кетеді. 1 плюс 0, мынау 0, мынау минус 2, мынау 0. Y 0-нан 0 қойдым, x-нан. 1 минус 2, тең минус 1. Z минимум 1-де 0, ол минус 1-ге тең. Енді осылай шығарамыз. Енді тағы бір есеп қарастырайық. Бізде енді мына есепті қарайық. Осы есепті b-сын қарайық. Z тең 3xy минус x квадрат минус y квадрат минус 10x плюс 5y. Бірінші крестік төлем табамыз. Z штрих x. Бұл тең болады x бойынша туындысы 3y минус 2x наныкі 0 болады. Минус 10 тең 0. Z штрих y тең болады. Y бойынша туындысы 3x, мынау 0, минус 2y, мынау 0, плюс 5. 0-ге теңестіреміз. Жүйе құрамыз. 3y минус 2x тең 10, 3x минус 2y тең минус 5. Енді мынаны ыңғайлап жазылайық. Мынаны минус 2x плюс 3y тең 10, 3x минус 2y тең минус 5. Мынаны біз 3-ге көбейтейік, мынаны 2-ге көбейтейік те бір-біріне қосайық. Сол кезде сразу қосып жіберейік. Мынау 0 болады. Жарайды, жазып алуға да болады. Түсінікті болсын. Минус 6x плюс 9y тең 30. 6x минус 4y тең минус 10. Екеуін бір-біріне қосайық. Сол кезде 5y тең болады 20. Y тең 4. 4-ті барып, любой жерге қойса болады. Мына жерге қойса 3x минус 2 көбейту 4 тең минус 5.
3х тең минус 5 плюс 8. 3х тең болады 3-ке, х тең болады 1. Сол кезде бізде крестің біреу ғана. Ол 1-де 4. 1-де 4. Енді апарамыз да, бізге енді дельта керек. Сондықтан да аны табайық. А дегеніміз f x штрих, z x штрих, x, x. Мынаның x бойынша туындысы ол минус 2. B дегеніміз z x штрих, x, y. Оның мынаның y бойынша туындысы мынау 0, мынау 0, мынау 3-ке тең. S дегеніміз x штрих, y, y. S дегеніміз z x штрих, y, y. Мынау y бойынша туындауымыз мынау 0, мынау минус 2. Сол кезде дельтамыз тең болады. А көбейту с минус 2 көбейту минус 2 минус b квадрат 3-тің квадраты тең. Одан шығады 4 минус 9 минус 5. Бұл кіші 0. Значит, бұл әрғай экстрем жоқ. Сондықтан да осындай ситуациялар болуы мүмкін.